Алдыңғы видеода диффузды токсикалық зоб туралы жалпы мәлімет және оның белгілері қалай көрінетіні туралы ақпарат айтылды. Ал бүгінгі видеода осы диффузды токсикалық зобты қалай анықтау керектігін және оның емі туралы айтамыз. Диффузды токсикалық зобты анықтайтын кезде ең бірінші лабораториялық тексерулер керек, яғни анализдер тапсырасыз. Ол кезде ТТГ және қалқанша безгін гормондарын анықтаймыз. ТТГ-нің мөлшері 0,1-0,4 единица литрден төмен болады. Ал Т4 пен Т3 нормадан жоғары болады. Субклиникалық формасы кезінде ТТГ төмен, ал Т4 пен Т3 қалыпты, бірақ ешқандай зобтың белгілері болмайды. Екінші, қандағы антиденелерді анықтау. Ол кезде антитела к рецептору ТТГ ол ең информативті, ол кезде жоғары болады, оң болады. Антитела к ТПО, КТГ оң, титрі жоғары болады. Егер қалқанша безінде түйіндер анықталса және ол 1 см-ден артық болса, онда тапқа жіберіледі. Тап дегеніміз ол инемен сол түйіннен кішкене тін алынады да, ода қатерлі ісік бар ма, жоқ па, соны тексеріледі. Қалқанша безін УЗИ-ге түсірген кезде бездің көлемінің диффузды ұлғаюы және қан ағысы күшейген болады. Ал жүректі ЭКГ-ге түсірген кезде жүректің қатты соғуы, тахикардия, жүректің ырғақсыздығы, яғни аритмиялар, фибрилляциялар кездеседі. Осы тексерулердің бәрінен өткен соң нақты диффузды токсикалық зоб диагнозы қойылып, ем тағайындалады. Емнің мақсаты эутериоз жағдайына жету. Ал эутериоз дегеніміз қалқанша безі гормондарының қалыпты мөлшерде бөліну жағдайы. Диффузды токсикалық зобтың емі бірнеше сатылардан тұрады. Ең алғаш диагноз қойылған сәттен бастап тиростатикалық терапия тағайындалады. Бұл дегеніміз тоқтаусыз, шамадан тыс гормон бөліп жатқан қалқанша бездің жұмысын блоктап тастау, тоқтату. Тиростатикалық препараттарға тимазол, тиразол, мерказолил және пропилтиаурацил препараттар жатады. Дозасын қатаң түрде эндокринолог дәрігері тағайындайды. Бұл препараттар тек 12-18 ай ғана тағайындалады, яғни 1-1,5 жыл ішесіздер. 4-5 жылдап ішуге болмайды. Себебі олар бауырға қатты токсикалық әсер етеді, яғни гепатотоксикалық препараттар. Сонымен қатар аллергиялық реакция шақырады және де қан жасушаларының түзілуін бұзып, агранулоцитоз, тромбоцитопения шақырады. Бұл инфекциялық асқынулармен қауіпті. Сол үшін емнің 14-ші күні жалпы қан анализін тапсыру қажет. Егер тахикардия орын алса, бета-блокатор препараттары, оған нибилет, конкор, анаприлин қолданылады. Егер офтальмопатия дамыса, яғни көздің көруі нашарласа, онда глюкокортикоидты қабынуға қарсы гормондар, преднизолон, гидрокортизон тағайындалады. Аталған препараттар тағайындалды, енді 3-4 аптадан кейін Т4 анализін тапсырып көреміз. Егер Т4 мөлшері нормаға келетін болса, препараттың дозасын азайтамыз да поддерживающая дозаға ауыстырамыз және оған қосымша қалқанша безінің гормоны левотироксинді, эутерокс L-тироксин қосамыз. Ал не үшін левотироксинді қосамыз деген сұраққа жауап беретін болсақ, себебі поддерживающая дозадағы тиростатик қалғанша без гормондарының түзілуін толығымен блоктап тастауы мүмкін, яғни гормон бөлінбей қалуы мүмкін. Сол гормон жеткіліксіздігінен гипотиреоз жағдай дамып кетеді. Ал оның орнын осы левотироксинді қосу арқылы толтырамыз. Келесіде Т4 мөлшерін 2 айда 1 рет тапсырып көріп отырамыз. Сонымен 12-18 ай уақыт өтті. Осы кезде терапияны тоқтатамыз да Т4-тің мөлшерін бағалаймыз. Ал емнің эффективтілігін, дұрыс әсер беріп жатқанын ТТГ рецепторларының антителасын тапсыру арқылы анықтаймыз. Бұл кезде ауру ремиссия жағдайына көшу керек, яғни уақытша сауығу орын алады. Ол аз уақыт немесе көптеген жылдар болуы мүмкін. Ал антитела к рецептору ТТГ мөлшері жоғары болса, онда ауру жақын арада рецидив, яғни өршу береді деп болжанады. Және Т4 мөлшері антитела к рецептору ТТГ нормадан жоғары болса, онда ауру жалғасып жатыр, яғни ремиссия
уақытша сауығу болып жатқан жоқ. Тиростатикалық терапия көмектескен жоқ деп саналады да басқаша емдеу әдісіне көшіріледі. Басқаша емдеу тәсілінің екі түрі бар. Ол радиоактивті йодты терапия. Бұл кезде йод препараттарын қабылдау арқылы артық гормон бөліп тұрған қалқанша без тінін бұзылысқа ұшыратамыз. Бұл инвазивті емес әдіс, яғни қалқанша безіне ешқандай тиіспейміз. Ал екінші әдіс ол оперативті ем, яғни тиреоидектомия, яғни бұл кезде қалқанша безін алып тастаймыз. Толық сылып алу, жартылай сылып алу, қалқанша маңы бездерін қалдырып сылып алу, солай бөлінеді, сондай түрлері бар. Жалпы қалқанша безін алып тастауға көрсеткіштер, егер зоб өте үлкен болса, 40 милден үлкен болса, және 12-18 ай бойы дәрі-дәрмекті емдегеннен нәтиже бермесе, және түйіндер болатын болса, сосын тиростатикалық препараттарды көтере алмаушылық болса, науқас препараттарды жауапсыздықпен ішпей қойса, дұрыс өзінің денсаулығына дұрыс қарамай жауапсыз қарап жүрсе, осы кездерде қалқанша безін алып тастау ұсынылады. Осы екі әдіс қолданылса, 2-3 айдан кейін жиі гипотиреоз дамиды. Себебі қалқанша безі жоқ, сәйкесінше гормондар да жоқ. Сол үшін өмір соңына дейін левотироксин препараттарын ішуге тура келеді. ТТГ-ның мөлшерін әрбір 3-6 ай сайын қадағалап тексеріп отыру керек.